Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сынып 58-ші сабақ 3 таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Екінші есепте бізде негізінен екінші бөлу амалына алгоритм құр деген. Яғни біз бұны бірінші бөлу алгоритміне қарап құрады екенбіз. Бұл жерде тек қана сандар өзгеше. Ал енді айтатын болсақ, 508.800-ді 318-ге бөлетін болсақ, біз бірінші толымсыз бөліндіні тауып аламыз. Ол 508. 508-ді 318-ге бөлгенде біз бірден береміз. Нәтижесінде 190 қалдық шығады. Оны тексере отырып, қайттан тексерсеңдер болады. Кейіннен 190 318-ге бөлінбегендіктен біз төбесіндегі 8 цифрын түсіру арқылы 318-ге 6-ны беріп, қалдықсыз бөлеміз. Ал соңындағы 2 нөлді жай ғана артына жауаптың артына жалғай салады екенбіз.